Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте ерекше тағам дайындаймыз. Үндінің ерекше тағамы жаппасай деп аталады, немесе еріншектің мантасы дейді. Алдын ала барлық ингредиенттерді дайындап аламыз. Яғни етімізді турап аламыз. Міне мына жақта бізде пиязымыз, сәбізіміз, чеснок, бұрыш, орамжапырақ бәрін дайындап турап аламыз. Мінекей енді етімізді қуырамыз. Етіміз қуырылғаннан кейін оған пиязымызды салып, оны да жақсылап тұрып қуырамыз. Одан кейін сәбізімізді салып, жақсылап тұрып қуырамыз. Достар, негізінде мен үйдегі бар көкөністерді пайдаланып салмасын дайындап жатырмын бұл тағамның. Бірақ өздеріңізге қосымша тағы да қандай көкөністер қосқыларыңыз келеді, қоса берсеңіздер болады. Мысалға жанды қосып жататындар бар, редька қосып жататындар бар, әртүрлі көкөністер қоса беріңіздер. Енді міне мен тұзымды қуыру барысында қосып аламын. Тұздан кейін томатымды қосып қуырып алам жақсылап тұрып, одан кейін су қосамын. Суымыз қатты көп болмау керек. Етіміз батып тұрса жеткілікті. Енді етіміз піскенше біз қамырын илей береміз. Суымызға тұзымызды салып ертеміз. Енді ұнымызға жұмыртқамызды, жаңағы суымызды құйып, жақсылап тұрып қамыр илеп аламыз. Қамырымыз не өте қатты емес, не өте жұмсақ болмай, орташа болып шығу керек. Сондықтан суды еселеп қосыңыздар. Азыздан қоса отырып, міне мынандай өте жақсы қамыр илейміз. Осы қамырды илеп болғаннан кейін оны мынандай пакетикке салып тындырып қоя тұрамыз. Біраз уақыт өткеннен кейін, 10-15 минут өткеннен кейін тағы да қолымызбен алып мен илеп жіберем бір-екі рет. Сол кезде қамырымыз өте керемет болып жайылатын болады. Біздің етіміз сәл пісуге жақын қалған кезде орамжапырағымызды саламыз салмасына. Енді орамжапырағымыз піскенше біз мына жақта қамырымызды жая береміз. Қамырым менде оқтауым кішірек болғандықтан екіге бөліп жайдым. Оқтауыңыз үлкен болса, екіге бөлудің қажеті жоқ. Қамырымды жайып болғаннан кейін қалған ингредиенттерді салып, біраз қайнағанша бетін жауа тұрам. Ол қайнағанша жаңағы жайылған қамырымызға майымызды құйып, жақсылап біркелкі қылып жағып шығамыз. Мен қолыммен жаға берем. Арнайы кисточкаңыз болса, сонымен жақсаңыз да болады. Мен қолыммен осылайынан біркелкі қылып қамырымның бәріне жағып шығамын да. Енді қамырымызды мынандай 4 бұрышты бөліктерге бөліп аламыз. Бұл бөліктердің үлкендігін өзіңізге қалай ыңғайлы, сондай қылып жасасаңыз болады. Бірақ ең бастысы, соңында піскеннен кейін осы бөліктерге біз салмасын салып жейтін боламыз. Соған ыңғайлы болу керек. Енді жаңағы салған соңғы ингредиенттеріміз, яғни картошкамызбенен бұрышымыз бір қайнады. Көп қайнатпаймыз, бір бұрқ етіп қайнағаннан кейін бетін тегістеп, жаңағы қамырымызды осының бетіне салып шығамыз. Бәрін біркелкі қылып салып шығамыз. Яғни бірінші қабат толғаннан кейін қалған қамырды келесі қабат қылып үстіне сала береміз. Ең бастысы, бұл қамырға май жағылғандықтан бұлар жабыспай өте жақсы піседі. Оның жағын аламындамаңыздар. Енді крышкасын жауып, тағы да бір 20-25 минут пісіреміз. Мінекей уақытымыз өтті, тамағымыз дайын болды. Міне өздеріңіз көріп отырғандай қамыры оңайынан алынады. Мінекей оңай алынады. Оны осылайынан ыдысқа әдемілеп саламыз. Шет-шетіне осы қамырымыз салып, ортасына салмасын салып, осындай әдемі қылып ұсынамыз. Әдемілік үшін үстіне тағы да аскөк салсаңыздар да болады. Мінекей достар, біздің тағамымыз дайын болды. Менің видеомды соңына дейін көрсеңіздер, менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін баса жүріңіздер. Алда әлі талай қызықты рецепттер болады.